Assalamu alaikum, құрметті мұсылман бауырлар. Келіп жеткен, Құран түскен ай, кешірім жауған, мейірімге толы ай. Жәннаттың есіктері ашылып, жаһаннам есіктері жабылатын, шайтандар кісенделіп қасымызда болмайтын, ерекшелігін айтсаң, таңды таңға жалғайтын, қасиетін айтудан қиямет қайымға дейін ешбір ауыз талмайтын қасиетті Рамазан айы баршамызға мүбарак болсын. Алла Тағала осы Рамазанда тұтып жатқан оразаларымызды, оқып жатқан тарауих намаздарымызды, жасап жатқан игі істерімізді қабыл етсін. Рамазан айын пайдалы әрі ерекше өткізейік деген ниетпен былтырғы Рамазан айында 30 күнде 30 мешіт, 30 хадис деген ниетпен ауданымыздағы 30 мешітте тарауих намазын оқып, әр күні ораза жайлы бір хадистен жаттаған болатынбыз. Биылғы Рамазанда сол мешіттерге болған саяхатымыздағы видеоларды Телеграм арнамызда, ал жаттаған хадистерімізді YouTube арнамызда сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырмыз. Сол видеоларды тамашалап, пайдалы ақпараттармен сусындап отырыңыздар. Және де Алла Тағала әрбір Рамазанды пайдалы әрі ерекше өткізуді баршамызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.